той туралы күшті ғой да, тойға барған. Негізі той болған жақсы ғой. Той көп болсын қазақта. Бірақ айтам, ойлаймын да, бірақ вообще-то той болады ғой қазір. Ауылдың бәрі қалаға ресторанға істеп жатыр ғой. Қалаға сүйретіліп келеміз ресторанға. Еще белгілі ауылдан келгендер. Керетте тамақ жей алмай, бозарып отырасыңдар ғой, велкін ұстай алмай, бір жерден айтатын еді. Ресторанға барсам, аш келем деп. Сен велкін ұстай алмайды, велкімен тамақ жей алмайды. Соңғана ойлаймын да, неге ауылда, юртада істемейсіңдер? Баян Несентьева юртаны шетелдің блогерін әкеліп көрсетіп жатыр ғой. Так что юртаға істеу керек қой, юртаға. Қазақ үйге, расслабуха, не істесең де ресторандағыдай тәртіп жоқ, рахат қой. Сосын ана тойға шашатын шашу дейші. Папа мамаларының деген кезде, бетін ашқан сәлем еткен кезде қалайда шашуымыз керек деп, 1000 теңге, 2000 теңгеден жинаймыз ғой. Оны алып алып, базарға барып, китайский ойыншықтарды аламыз ғой. Шашқанда ғана түк. Бит шашамыз ғой. Ана ойыншық деген бұтчыт болады қасқар. Сол ойлаймын да, қарасаң, байлардың тойында бар ғой, бүйтіп шашпайды, бетіне қарата. Бір күшті неге салып, бүйтіп береді ғой. Біздер негізі ресторанның өзін бар ғой, біздер бардақ қылып жібереміз ғой, бардақ. Маған тіркеп лайк басып қойыңыздар. А то жоғалтып аласыздар.